Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын балық және балыққа арналған соусты дайындайтын боламыз. Егер құпия соусының рецептін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Балықтарды алдын ала жуып дайындап аламыз. Үстінен бір ас қасық тұз себіп, барлық жеріне тұздары сіңетіндей қылып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Тұздары сіңуі үшін бір түнге қалдырудың қажеті жоқ. Бірден қызып тұрған майға салып қуыра берсек те өте дәмді шығады. Майда қазанға құйып, барынша қыздырамыз. Май қызамын дегенше балықты дайындап аламыз. Алдымен таза су және бізге ұн керек болады. Балықты алдымен таза суға саламыз. Ұзақ тұрмайды, бірден шолпымен сүзіп алу керек. Артынша ұнға саламыз. Ұн барлық жеріне тиетіндей қылып, жақсылап малып аламыз. Сонда біздің балықтарымыз қытырлап өте дәмді болып шығады. Балықты майға қуырар алдында жақсылап сілкілеп ұндарын түсіреміз. Майымыз максималды дәрежеде қатты қызыды. Енді үстінен балықтарды салып, қызартып қуыра береміз. Балықты салған соң бірден келесі бетіне ауыстырмаймыз. Асты қызарып бастағанда ғана шамамен 3-5 минуттан кейін барып келесі бетіне аударамыз. Балықтарымыз қызарып пісіп шықты. Енді оларды тарелкаға салып аламыз. Дәл жаңағы айтқандай қылып қайтадан қайталаймыз. Балықты алдымен суға салып, суын жақсылап сырғатып алғаннан кейін ұнға саламыз. Ұнда жақсылап барлық жеріне тиетіндей қылып малып аламыз. Одан кейін балықты жақсылап сілкітіп, ұндарын қағып түсіріп алғаннан кейін барып қызып тұрған майға салып қуырамыз. Балықты бірден араластырмаймыз. Астыңғы беті қызарып бастағанда ғана келесі бетіне ауыстырамыз. Дәл осылай келесі балықтарды да қуырып аламыз. Балықтан қалған ұнды тастамаңыздар. Жақсылап елікпен елеп алып, келесі балық қуырғанда немесе наггетсе, кепсе қуырған кезде пайдалансаңыздар болады. Енді соусын дайындап аламыз. 3 ас қасық томат пастасына укроп пен чеснокты жақсылап майдалап турап алып қосамыз. Және кез келген шашликке арналған приправа бола береді. Мен Vegeta Natur приправасын пайдаландым. Және үстінен дәміне қарай 1 шай қасық тұз қосып жіберсеңіздер де болады. Енді үстінен 300 грамм таза су құямыз. Соусымыз сұйық болғанша жақсылап араластырамыз. Міне біздің соусымыз дайын болды. Түрі де, иісі де тәбетті ашып жібереді. Өте дәмді болған. Балықтарымыз да өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға осы рецепт ұнайды деген сенімдемін. Мені қолдау үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.